Bismillah, assalamu alaikum, армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмабай жарқын болды. Мынау жаңа типтегі тәжікстандес вирус, коронавирустың жағдайы қазір бүкіл әлемде күн сайын асқынып бара жатқан жағдайы бар. Енді жалпысы осыған қатысты әртүрлі жорамалдар, әртүрлі болжамдар айтылып жатыр. Біреулер айтады, жаңағы көктем келсе, күн жылынса, күн ысса, өзінің өзі жоғалып кетеді деп мысалға. Енді жалпысы осы аурудың ең соңғы нәтижесі қандай нәтижемен аяқталуы мүмкін, қандай бір жағдайда бұл бітуі мүмкін, немесе қандай беталысы бар, соған тоқтала кетіп жөн көріп тұрмыз. Бұны айтпас бұрын біз әуелі өткенге көз салсақ, 2002 жылы осыдан 17 жыл бұрын Қытайда SARS, Acute Respiratory Syndrome, яғни SARS індеті пайда болып тараған болатын. Классикалық типтегі өкпе қабыну ауруы, қазақша айтқанда. Өйткені ол жаңағы көп кездесетін өкпе қабынуға ұқсамағандықтан солай аталды. Сол ауру, сол жаңа індет 2002 жылдың қараша айында Қытайдың Гуандун өлкесінде деп таралған болатын. Сол кезде сосын ол ауру 2003 жылдың жаз маусымдарына дейін созылды. Жалпысы бір жылға жеткен жоқ, жалпы осы індеттің таралуы. Ол да сол жаңа типтегі коронавирус болып, ең соңында сол жағындай тексеру, зерттеу нәтижелері соңынан келіп тоқтаған. Енді сол кезге қайта бір қарайтын болсақ, сол індет таралған кезде ол да сол кейінгі зерттеу нәтижелеріне негізделгенде жаңағы бір түрлі жарғанаттан үй хайуандарға жұғып, сосын арқылы адамдарға жұқты деген солай бір болжамдар айтылған. Ал енді келесі жылдың жалпысы сол бір жылға жетпейтін уақыт ішінде 40-қа жуық мемлекетке тарады. 8.000-нан астам адамға жұқты, 700-ден астам адам көз жұмды сол індеттің тарауы барысында. Енді ол сол ауруды тәптіштеп айтатын болсақ, сол вирусты, оның таралу жаңағындай таралғыштық қасиеті не тоқталатын болсақ, бірінші ол таралудың жаңағындай күштілігі мынау біздегі осы кездегі жаңа типтегі 2019 жылғы COVID деп аталатын осы жаңа типтегі коронавирустың тарқалу қабілетімен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Одан кейін оның тағы бір ерекшелігі, тарқалғаннан кейін адамдардың денесінде жиналғаннан кейін бар оның таралу жаңағындай қабілеті жоғарылайды. Одан кейін 1-2 адамға жұққаннан кейін өзі ары қарай жұғымталдығы әлсірей бастайды. Бұл бір. Одан екіншісі, ол жаңағы өзгеру қабілеті жалпысы гендік деңгейде, мысалы геннің шұғыл өзгеру қабілеті жаңағы 2002 жылдағы коронавируста өте көп болмаған. Өзгерген күннің өзінде де мысалға ол жаңағындай күшті тарапқа өзгермей, жұғымталдығы әлсірейтін бағытқа қарай өзгерген. Ол жаңағы вирус үшін тиімсіз, өйткені ол таралғыштығы болмаса, вирустың жаңағындай өмір сүретін ортасы болмаса, паразит ететін денесі болмаса деген сияқты себептермен ол вирус біртіндеп өліп қалады, немесе жаңағындай таралмайтын деңгейге түсіп, жай бір қарапайым вирустардың қатарына кіріп кетеді. Ол сол таралғыштығына байланысты солай болған. Екінші жағы бұл. Енді үшінші жағы, бұның жаңағы өмір сүру қуаты сол себептерден төмендеді. Нәтижесінде 2003 жылдың сол 7 айында, яғни тамыз, сол одан бұрын маусым айларында бұл ауру
жалпысы тежеліп өз-өзінен жоқ болып кетті. Енді бұның негізгі не үшін сол жазым айларына келгенде жоқ болып бүкілдей тоқтап қалғанына осы күнге дейін нақтылы бір ғылыми жауап, ғылыми дәлел айтатындай жағдай жоқ. Жалпысы енді сол бұған енді жұқпалы індеттің таралуына бір үш негізгі себеп бар. Соған қатысты түсіндірме беруге болады. Біріншісі жаңағы қайнар көзі, жұғымтал аурудың таралу көзі. Одан кейін екіншісі сол таралудағы жаңағындай жұғымталдық қабілеті, одан кейін оңай жұғатын адамдар, одан кейін тағы бірісі жұғымдалу барысы. Ең біріншісі жаңағы жұғымтал көзіне келетін болсақ, осы вирус бір адамға жұққаннан кейін сол адам жұғымтал көзі болып табылады. Немесе хайуандардың адамға жұққан барысында сол вирус сол адамда немесе хайуанда паразит еткеннен кейін соның денесінде ары қарай таралуын алдын алатын болса, мысалға басқа адамдарға жұқтырмау, яғни соны карантиндеу, қазіргі тілмен айтқанда, сол жұмыс жасалу керек. Бұл бірінші үзілу басқышы болады. Бұл ауруды меңгерудегі осы жаңа індет. Ал екіншісі таралу барысы. Мысалға ауамен тарайды. Одан кейін жаңағы азықтықтарда тарауы мүмкін. Одан кейін жаңағы сол адамның істеткен заттарында, одан кейін қаны арқылы тарауы мүмкін деген сияқты. Мен мына енді осы жаңа вирусқа келетін болса, ол қазір сол ауа көпіршіктер арқылы тарауы көбірек айтылып жатыр. Енді басқа да себеп жағдайларға қатысты таралу мүмкіншіліктері бар, бірақ ол анық емес. Негізі таралып жатқан тұсы сол адамдар арасында жаңағындай ауа көпіршіктер арқылы таралу басты себеп болып табылады. Ол екінші, егерде осы таралу барысын кесіп үзіп тастайтын болса, мысалға сол вирус ауада таралып жатқан кезде ауаны дезинфекциялау, нақтылы сол вирусты өлтіретін дезинфекциялау заттармен, мысалға осы вирусқа жаңа ковид вирусына байланысты 75% спирт ол осы вирусты өлтіруге, ауада жүрген кезде өлтіруге жеткілікті. Одан кейін жаңағы 56 градустық, Цельсий градустықта 30 минут тұрған жағдайда өліп қалады бұл вирус. Одан кейін тағы бірісі жаңағындай дезинфекциялағыш ультра-күлгін сәулелі лампочкалармен арнаулы бөлмелерді, арнаулы орталарды солай дезинфекциялағанда да бұл бактерия, бұл вирус шыдай алмай өліп қалады мысалға. Бұл енді таралу барысындағы тізгіндеу. Үшіншісі, оңай жұғымдалатын адамдардан жұғымдалуын сақтау. Мысалға, қандай адамдарға оңай жұғымдалады деген кезде, сол жасы үлкен кісілерде, қазіргі осы вирустың таралу қасиеті сондай болып тұр. Жасы үлкен кісілерде, одан кейін жай жаңағы өзінде негіздік аурулар бар кісілер, мысалға жоғары қан қысым, жүрек ми қан тамыр аурулары, қант несеп сияқты созылмалы өкпенің тыныс жолдарының созылмалы ауру бар адамдарда, иммунитет қуаты төмен адамдарда жалпысы ол оңайырақ жұғады. Сондықтан сол кісілерді осы вирустан жұғымдаудан тез сақтау керек. Егер ол кісілер тез жұқтырып алатын болса, басқаларға тез кете береді. Одан кейін бұл енді осы жалпы осы үш барысты жақсы қадағалап, жақсы жұмыс жасалса, осы үш түйінге байланысты, онда сол бір жаңа індеттің тізгінделуі әлдеқайда оңай болады, көп таралмайды, көп адамдарға жұқпайды, алдын алу оңай болады деген сөз. Осыған байланысты осы түйінді дұрыс игерген жөн. Ал енді тағы қайтадан жаңағы 2002 жылғы вирус қайтатын болсақ, оның жаңағындай өзгеріс, геннің кенет өзгеру ықтималдығы төмендеді. Ал енді мынау жаңа вирусқа 2019 ковид вирусына келетін болсақ, бұл осы кезге дейін жаңағы Қытайдың мамандарының сол вирусты бөліп алып, жаңағындай гендік деңгейде тексеру жүргізуінің нәтижесінде шығарған зерттеу қорытындылары, бұл вирус қазір 2-3 жаңағындай
түрге бөлініп кеткен. Яғни солардың типінде ары қарай гендерінде өзгеріс болған. Нақтылы 149 сол нүктесінде өзгеріс болған деп айтылған. Соның ішінде көп кезігетін ел типтегі осының қосымша түрі, ес типтегі қосымша түрі пайда болған. Ес типтегі қосымша түрінде бұның жаңағы жұғымталдығы әлсіреген вирус. Ал ел типтегісінде жұғымталдығы күшейген. Бұның қазір қаупі, ең үлкен қаупі осы геннің кенет өзгеруінде, әрі өзгергенде бұның жұғымталдығының күштіге қарай өзгеруінде болып тұр. Жаңағы ел типіндегі 70% болып тұр дағы, ес типіндегі 30% болып тұр. Сондықтан бұның осылай өзгеруі, күшті тарапқа өзгеруі, өзі жаңағы вирустың өзі үшін пайдалы, оның өміршеңдік қуаты күшейеді, таралыстығы ұзақ уақытқа жетеді, оңай тез жұғатын болады. Ал біз адамзат үшін ол өте қауіпті, өте зардабы келтіретін, зардабы үлкен болады. Ал енді бұған вакцина туралы айтылып жатыр. Осы күнде енді бұл вакцинаны мысалы Қытайдың өзі жасап шықса да, немесе басқа елдерде жасалып шыққан күннің өзінде де бұл вакцина, егер де бұл вирус ары қарай генін өзгерте беретін болса, сол гені өзгермей тұрған кездегі жасалған вакцина тек соған ғана істеуі мүмкін. Ген өзгергеннен кейін ол вакцина оған әсер етпей қалуы да мүмкін, мысалға. Енді бұның жалпысы 3 түрлі нәтижесіне тоқталатын болсақ, ол вирустың алдында айтқанымыздай 2002 жылғы жаңағы вирус сияқты өз-өзінен жоғалып кетуі мүмкін. Онда ол не үшін жоғалып кетті, ол себебі анық емес. Ол 2002 жылғы жалпысы жаңағыда сұрыптама солай жоғарыда айтқанымыздай болды. Енді осы вирусқа соны күтуге бола ма бізге? Бәлкім жоғалып кете ме? Мүмкін. Алланың рахымымен одан кейін өзі өміршеңдік қуаты әлсіреп, жұғымталдығы әлсіресе, өміршеңдік қуаты әлсірейді. Ол жаңағында вирус тарайтын ортадан айырылса вирус, онда ол біртіндеп өліп қалады вирустар, немесе жай бір қарапайым вирусқа қарай өзгерсе, онда ол сол 2002 жылғы SARS вирус сияқты ол өзінен жоқ болып кетуі мүмкін. Ал екінші түрі бұл сол жаңағы күн жылынса дедік, күн ысса дедік, сол кездерде жаңағы өзіміз жақсы білетін тұмау вирусы сияқты, жұқпалы тұмау вирусы сияқты, сол күн ысыған кезде жұқпалы тұмау вирусы жасырынып алады. Дағы күн суған кезде көтеріледі. Ол жылда бар да, ол көп тарайды. Бірақ оның енді жұқпалы тұмаудың зардабы ондай жоғары емес, ол біз үшін оншалықты қорқынышты, қауіпті нәрсе емес. Ал енді егер де бұл вирус жазда жасырына алса шынымен, жаңағы жұқпалы тұмау вирусы сияқты, одан кейін қайтадан көтерілсе қыс мезгілінде, ол кезде жұғымталдығына байланысты болады. Егер жұғымталдығы бұрынғы сияқты, қазір осы кездегі сияқты күшті болатын болса, онда үлкен індет болады. Ол кезде қайталамалы түрде болса, егер жұғымталдығы төмен болса, онда немесе жұғымталдығы жаңағы немесе жұқпалы тұмаудың вирусының дәрежесінде болса, онда ол қайталанып тұратын бір ауру болып өзгереді. Ал егер де үшінші нәтижесі, егер де бұл жалғасты өзінің өміршеңдік қуатын кетірмесе, немесе осы қалпынан сақталып қалса, өміршеңдік қуат жалғасты түрде, онда ол қауіптілік дәрежесін жоғалтпайды, жоғары деңгейде болады. Ол бүкіл Қытай ғана емес, бүкіл әлемде бұның жаңағы індеттің қаупі, зардабы бүкіл адамзаттың тағдырына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Жалпы осы жақтан осылай талдама, логикалық анализ жасауға болады. Енді біздің айтпағымыз жалпысы бұл ауруға сәл қарауға болмайды, тағы да сол салғырттық танытуға болмайды. Сақтанатын алдыңғы бұл індеттің үш маңызды жағдайын айттық. Сол негізде бар жұмыс сонда өзінің деңгейінде, жоғары деңгейінде атқарылса, Алланың рахымымен сол ауру өзінің деңгейінде қалып қояды, немесе жоқ болып кетеді иншалла. Енді бұл ауруды тағы да сол Алла бұл індеттен елімізді, жерімізді, халқымызды сақтасын, жоғалтпасын бізге. Тағы да сол тілейміз. Алладан соны тілейміз. Енді сақтансаң сақтайды дейді.
тағы да сол біздің мақсатымыз қорқыту емес, сақтандыру. Сақтықта қорлық жоқ. Иә ағайын, жалпысы осы мәліметті дер кезінде бөлісуді жөн көрдік. Білімді бөлсең көбейеді, дүниені бөлсең азаяды. Сондықтан білімді бөлісуге тырысыңыздар, күш салыңыздар, атсалысыңыздар. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болсын.